қарап отырып, мастер-класс болатынын көріп, бүгін бірінші рет қатысып тұрмын. Және осындай тоқыманы киіз басуды бірінші рет істеп тұрмын. Бұрын жасап көрмеген. Бүгін осылай оңай екен негізі жасаған нәрсе. Осылай ең бірінші туындым осы болып шықты. Әдемі шықты деген ойдамын. Қазір көп студенттерге, көп ұстаздарға демалыс кезі болғанымен, бәрі қызығушылығымен өз еркімен келіп, қызығушылықтарын танытып, қатысып жатыр. Мені сол қуантып тұр. Жалпы бұл қазір біз мастер-класста киіз басудың жаңа технологиясымен сурет салып жатырмыз. Жас қыздар ғой енді тез меңгеріп жатыр. Даже жаңа машинкаға де отырғанда тігін білмейтін еді, кәдімгі үлкен машинканы. Соны да уже үйреніп, қазір құрақтың көздерін шығарып жатыр. Бұл енді құрақ деген қазақтың құралып кетсін деген ырымен бұрыннан қыз жасау тігіледі, қыздың артынан жүгін тігеді деген сияқты. Барлық қазақтың қыз келіншектерінің қолынан келу керек деген өзімнің ойым, бірақ үйренген қыз сразу алып кетеді.